Бәріне сәлем. Сіздермен Анель, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл менің алғашқы YouTube каналым, бірінші видеом. Сол үшін маған қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетсеңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтемін, ал мен сіздерге өте пайдалы ақпараттармен, лайфхактармен бөлісетін боламын. Бірінші өзімді таныстырып кетсем, есімім Анель. Қазіргі таңда атақты болып жатқан Pinduoduo, Trendyol, Каспий магазин секілді маркетплейстарының маманы боламын. Және де осы уақытқа дейін 3000-нан астам студентке білім беріп, солардың өсуіне көмектестіп, және де сіздерге де сол жағынан ақпараттар беретін боламын. Ал енді өзімнің онлайн бизнеске қалай келгендігім туралы сіздерге этап-этап бойынша түсіндіріп айтып кетсем. Мен өзім негізінде Алматы қаласының тумасымын. Ақтау қаласына тұрмысқа шыққаныма 2 жылдай уақыт болды. Осы Ақтау қаласына көшіп келген кезден бастап осы онлайн бизнес темасы көтеріліп, сол жылдары осы онлайн бизнеске келген болатынмын. Ол қалай десеңіздер, мен Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық университетін қызыл дипломға бітіріп, және де Россиядағы Екатеринбургта университетті бітіріп, осы Ақтау қаласына тұрмысқа шықтым. Келген кезде мен ойладым, сразу мені мектептер жұмысқа алады деп, және де өзім ауылдық жерге келін болып түскен болатынмын, алайда мені ешқандай мектеп жұмысқа алмады. Тіпті 30-дан астам мектепке резюме тапсырдық, тек қана біреусі шақырды, кітапханашы болуға соның өзінде. Маған өте қатты обидно болды, мен көп жыладым, не үшін мені жұмысқа алмайды деп. И солай жүрген кезде уақыттар өте берді. Бір күні осы онлайн бизнес туралы бір идея келді. Онлайн бизнес туралы идея негізінде Trendyol сайты арқылы келген болатын. Мен өзім универ кезінен бері Trendyol сайтын білемін. Солай бір күні жолдасым екеуміз ойланып, не үшін сайттан киімдер алып, осы ауылдың арасында сатпасқа деген ой келді. Солайынан біз кредит алып 200 000 теңгеге Trendyol сайтынан 40 көйлекке заказ бердік. Ұзын көйлектер, себебі Ақтау қаласында мен ойладым, барлық қыз-келіншектер ұзын көйлек киеді деп. Солай 40 көйлекке заказ бердік. Ұзын көйлектер ол ноябрь айы болатын, яғни қараша айы болатын. Бірінші этап осылай басталды, яғни Trendyol сайтынан тәуекел етіп кредитке ақша алып, осы 40 көйлекті алдыртқан болатынбыз. Және де ол бір айдың ішінде бізге келді. Түркиядан келгеннен кейін біз оны алғашында үйде сата бастадық. Үйде туылған туысқандар, көрші көлеңдер, сондай адамдарға сата бастадық. Олардың көбісі қарызға алды, ол біз үшін өте тиімсіз болды. Бірақ ақшаларын бір айдың көлемінде қайтарып тұрды. Содан кейін ол доход бізге аз болғандықтан біз ойладық, не үшін үлкен жерден сауда үйінен бутик алып, жалға алып, сол жерде товарларды сатып көрмеске деп. Екінші этап осылай басталды. Солайынан тәуекел етіп, кішкентай ғана базардың ішінен кішкентай ғана бутикті жалға алдық. Оның арендасы 100 000 теңге болатын. Дәл желтоқсан айында аштық бутигімізді, ішінде көптеген киімдер болған жоқ, бірақ сонда да ашып бастап кеттік. Жаңа жылға жақындаған кез болғандықтан біздің саудамыз өте жақсы жүрді, киімдер де жақсы өте бастады. Және де біз Турциямен қатар Қытайдан да товарлар алып сата бастадық. Жаңағы ол кезде атақты болып жатқан Taobao сайты болатын. Taobao сайтынан да товарларды алып, 2000-3000 теңгеден көйлектер алып, оларды 15 000, 20 000 теңгеден қорықпай сататынбыз. Себебі олардың качествосы соған тұрарлықта еді. Солай саудамыз жақсы жүре бастады. Содан кейін қаңтар айы келді. Қаңтар айында базар тілімен айтқанда мертвый сезон болды. Бұл бізде уже 3-ші этап еді. И сол кезде бізден көп адамдар сұрады, қалай жақсы доходқа түстіңдер, бізге де үйретіңдер деген секілді осы Trendyol, Taobao сайттарына сұраныстар көбейді. Сол кезде алғаш рет Trendyol сайты бойынша обучениені толықтай жазып, сол қаңтар айының соңына қарай алғашқы обучениемізді өткізе бастадық осы Trendyol сайты бойынша. Trendyol сайтына сұраныс өте жоғары болды. Адамдар түсінді сайттың қаншалықты маңызды екендігін, біздің алып жүрген киімдеріміз ол жақта қалай арзан екендігін. Солай бутикке келіп оқи бастады, онлайн оқи бастады. Солайынан 3 айдың ішінде 600-ден астам студент оқып шықты, яғни Қазақстанның әр түкпір-түкпірінен. Одан кейінгі біздегі 4-ші этап, ол біз жолдасым екеуміз бұл доходтың өзін аз көрдік, және де жаз айында неге Стамбул қаласына көшіп, сол жақта өмір сүріп көрмеске деп, жаз айы басталған бойдан кішкентай ғана 1 жасар ұлымызды қолымызға алып Стамбул қаласына 3 айға көшіп кеттік. Себебі без виза Стамбул қаласында 3 ай ғана жүруге болады. Солайынан Стамбул қаласындағы керемет күндер басталды, алданып қалулар, жақсы доходтар, яғни біздің ақшаға деген мышлениемізді осы Стамбул қаласы түбегейлі өзгертті. Баста ол 300 000, 400 000 теңге айына табу, ол кәдімгідей үлкен сумма болып көрінсе, Стамбул қаласында миллиондап ақша түскен кезде, вот қалай ақша табуға болады екен ғой деген секілді жақсы идеялар келе бастады. Солайынан 3 ай өте шықты, әрине қиындықтары да болды. Біз ол жақта байер болып қызмет атқардық, яғни товарный бизнеспен
ол жақта товарларды алып Қазақстанға товар жібердік. Көбінесе Инстаграмды басшылыққа алдық. Инстаграмда өте көп блогтар түсірдік, ТикТокта блогтар түсірдік. Сол арқылы өте көп клиенттер келді. Түркияда жүрген кезде Pinduoduo сайты хит болды, қазіргі таңда хит болып жатқан. Сол кезде Pinduoduo сайтында толықтай үйреніп алдық онлайн түрде, себебі біз Taobao мен 1688 бен оның алдында жұмыс жасайтынбыз. Ал Pinduoduo сайты мүлде қиын болған жоқ, себебі бізде сенімді каргомыз бар, өзіміздің Inexport. Солармен серіктестікке отырып, Pinduoduo сайтында жаймендеп үйрете бастадық, яғни адамдарға. Солайынан жүрген кезде біздің 3 айымыз өте шықты, сонымен уже 5-ші этап Қазақстанға қайтадан оралдық. Қазақстанға келгеннен кейін тағы да жақсы доход түсіретін пайда көзін іздедік. Ол әрине Қазақстанда хит болып жатқан маркетплейстар Каспий магазин. Каспий магазинге жаймендеп товар сала бастадық, себебі Түркияда қандай заттар арзан, ал Қазақстанда қандай заттар қымбат, Қазақстанда қандай заттар жеткіліксіз, соның барлығына анализ жасаған болатынбыз. Енді Түркиядан анализ жасаған товарларымызды жаймендеп Каспий магазинге сата бастадық. Және де доход тағы да жақсы өсе бастады. Осылай Каспий магазинде 2 айдай сауда жасадық. Каспий магазинге де аудиториядан сұраныс түсті, яғни Каспий магазинді де үйретіңізші деген. Соған байланысты қазіргі таңда осы Pinduoduo, Trendyol, Каспий магазин үшеуі бірге қамтылған теориялық, практикалық білім барлығы жинақталған курс жасап шығарды. Қазіргі таңда оны да көптеген студенттер алды, 200-ден астам студент оқып жатыр. Осылай 5 этаптық жол бойынша көптеген тәжірибелер жинадық, көптеген таныстар таптық, өте көп мағлұматтардың барлығын қазіргі таңда ой елегінен өткізіп, өзіміздің өмірімізде қолданып жүрміз. Қазіргі таңда қатты қуанамын, мемлекеттік жұмыстарға мен жұмыс іздеген кезде ешқандай жұмысқа алмаған болатын. Оның өзі бір знак шығар деп ойлаймын. Себебі мемлекеттік жұмысқа кірсем, мүмкін табысым аз болар ма еді, немесе отырып қалатын едім. Ал қазіргі таңда мүлде өкінбеймін. Табысымыз да жоғары деңгейге шықты, және де еркінбіз, кез келген жерде жұмыс жасай аламыз. Шет елдерде де осы жұмысымызды жалғастыра аламыз. Сол үшін барлығы кішкентай ғана бір тәуекелдердің арқасында басталды деп ойлаймын. Келесі видеоларда сіздерге Қытаймен бизнес, Түркиямен бизнес бойынша керемет ақпараттармен, лайфхактармен бөлісетін боламын. Сіздерге үлкен рахмет, маған лайк басып, комментарий жазып, және де инста парақшама тіркеліп қойыңыздар. Егер де сіздерді сайттар қызықтыратын болса, курсыма жазылсаңыздар болады, осы астындағы WhatsApp номерге жазыңыздар. Келесі кездескенше, пока-пока.